Ал Назым, қош келдің. Рахмет. Таныстырудың өзі артық. Оны титрда таныстыра жатамын. Жақсы. Бірден әңгіме кірсек, бізде уақыт аз. Бүгін үлкен шараға қатысып жатсың. Қатысып жатсың деп сен деп айтып қойдың. Иә, без проблем. Сен деп айта Сен берейін. деп Все, айта беріңіз, келістік, аха. онда басын ашып алдық. Не шара? Жұбанов университетіндегі. И сенің рөлің қандай ол жерде? Енді бүгін Ақтөбеде үлкен форум өтіп жатыр. Ол инклюзия тақырыбы. Жалпы осы мүмкіндіктері шектеулі жандардың инклюзияда, жалпы қоғамда дұрыс адаптациялану, қоғамның осы мүмкіндіктері шектеулі жандарға енді беретін жаңағы барлық профиттар дейміз ғой. Біз қоғам ретінде не бере аламыз? Ол жандарға қалай ол кісілерді инклюзиялық қоғамға енді адаптация жасай аламыз. Сол тақырып аясында болатын үлкен форум. Қазір сағат 2-де сол жерде спикер боламын. Жаңағы қыздармен кездестіңдер, иә? Иә, сосын жаңа 11-де қыздардың тарапынан қызығушылық болды ма? Мен көзбен көрмедім да, бірақ аудитория меніңше көп адам болған сияқты. Жалпы қандай қызығушылық, қандай тақырыптар қозғалды ол жерде? Сағат 11-де иә, университеттің қыздарымен, студенттермен кездесу болды. 100-ге шақты қыз болды ғой деймін. Енді ол жерде гендерлік теңдік тақырыбы болды. Гендерлік теңдік, енді бізде қазір қоғамда осы тақырып өте қызу талқыланып жатыр ғой, өзіңіз білесіз, иә. Бірақ осы гендерлік теңдік деп бізде де кренді қатты радикализацияға беріп қою керек емеспіз. Мысал ретінде қазір мына заң да шықты, заң қабылданды, иә, әйелдер мен балалардың қауіпсіздігі туралы заң қабылданған болатын осы 2-3 апта бұрын. Сосын Бішімбаевтың ісі деген бәріміз көрдік, трансляция арқылы бүкіл әлем болып көрдік, иә. Осы орайда қазір біздің қоғамда кәдімгідей өзгерістер болып жатыр. Мен соны тектонические сдвиги идут деп айтам. Сол өзгертулер процесінде біз кейбір заттарды енді өзіміз қолмен дұрыстап жеткізу керекпіз. Мысал ретінде айтайын. Гендерлік теңдік, әйелдердің құқығы деп айтамыз. Ол өте жақсы. Мен өзім сол гендерлік теңдік тақырыбын әрдайым қозғап, әйелдердің женское лидерство деген барлығын әрдайым қозғап жүремін. Бірақ біз мына жерде теңдік болғаннан кейін теңдікті ұмытпау керекпіз. Яғни әйелдің де, еркектің де теңдігі туралы. Бұл жерде нақтылап жіберейік. Қазір әйелдердің құқықтары қорғалып жатыр. Әйелдер қазір тенденция болып кетті да, мені сабап жатыр, ұрып жатыр деп, үстісіне қызметтегі әйелдер, қарапайым әйелдер. Шынымен ер азаматтар желіде тенденция байқалып жатыр. Біз қыздарға жақындай алмаймыз, сөз айта алмаймыз. Қазір мен жақындап сөйлеп қойсам, жігіт ретінде шу шығарса, халықтың бәрі соған сенетін жағдайға жетті дейді. Сосын біз жігіттерде сондай бір ойлар айтылып қалып жатыр. Теңдік дегенде соны айтып тұрсыз ғой, жігіт пен әйел адам мен ер адамның. Негізі сіз жаңағы айтып отқан мысалдар, мен айтып отырмын ғой, жаңағы қоғамда өзгерістер болады, әлі болады. 1-2 жылда бізде көп нәрсе өзгереді қазір. Әйел мен еркектің қарым-қатынасы арасында көп нәрсе өзгереді. Соны айтып тұрмын ғой мен, біз оны қатты радикализацияға жіберуге болмайды. Жаңағы еркектер тіпті әйелге сөз айта алмай, свиданияға шақыра алмайтындай қылмау керекпіз. Біз енді сол тараптан да бәріміз жұмыс істеу керекпіз. Мысалға менде де осы қоғам белсендісі ретінде, осы ұлттық комиссия мүшесі ретінде қоғамдық жұмысымның аясында әрдайым осыны айтып жүрем. Қатты кетіп қалмайық депші мысалға. Еркектер өздерінің орнын білсін, әйелдер біз өзімізде өзіміздің құқықтарымызды білейік, иә, мысалға. Сондықтан да жаңағы айтып отқан мысалыңыздың аясында мен айтқым келіп отырғаны, иә, ондай болады. Әлі де осы 1 жыл, 2 жыл солай болады. Бірақ біз соның арқасында түсінеміз, еркектер де әйелдер де түсінеді, ненің дұрыс, ненің бұрыс екен. Өйткені әрбір заң қабылданғанда, естеріңізде ме, осыдан 10 жыл бұрын ба андай ремень безопасности деген болды ғой бізде. Сол қабылданды заң. Сол заң қабылданғанда өзім есімде барлығы айтты, ой, бұл ремень керегіне енді мен таққым келмейді, мына жерімді қажайды, ішімді басады, қарным ыңғайсыз деп. Енді оны тақпасам мен бізге барлығымызға штраф төлеп, әйтеуір қалтамызға қол сұғып ақша жинаудың амалы деп көбісі қарсы болды. Мен өзім сол жерде бір кішкентай петиция сияқты жиналған адамдарды өзім көргем қарсы осы заңға, мен сол кезде таңғалғам. Бірақ қазір қалай 10 жыл өтті, ременсіз жүрген адамды көрсек, біз үшін ол дөрекі, ол дұрыс емес, қызық, иә, бір кәдімгідей заң бұзушылық қой ол. Ал қазірде енді ақырындап сөйтіп біз қоғам болып өзгереміз. Бірақ қоғам болып өзгергенде, мысалға менің де ұлым бар, менің күйеуім бар, менің әкем бар, иә. Біз ерлерді де қатты таптау керек.
таптап кету керек емеспіз. Бұл орайда біз мысалға отбасын жай ғана алайық. Отбасында біз әйелдер лидер екен деп біз әйелдер жаңағы еркектерді басып тастау туралы емес. Қазір картина солай болып тұр ғой. Мысалы мен феминистерді сыйлаймын, бірақ агрессивті феминистер өкілдері қыздар ренжіп қалмасын, ер адамдарды мықты төпелеп жатыр. Сол меңзегенім сол жағынан оған да уақыт керек па тепе теңдік орнау үшін? Иә, оған да уақыт керек. Сол орайда ғой мен айтып жатқаным, ол жағынан біз жұмыс істеу керекпіз, бәріміз қоғам болып жұмыс істемесек, ол әрине радикализацияға кетіп қалады. Енді мен не айтқым келіп отыр, біз қазіргі кезде түсіндіру керекпіз, бұл қабылданған заң сол дәстүрлі отбасын сақтауға бағытталған заң. Яғни дәстүрлі отбасыға бағытталған деген қалай? Ол дәстүрлі отбасыда әйел де еркек те тең, және де ол отбасының ішінде баланың да құқығы бар деген түсінік. Яғни бұл жаңағы социумдағы мысалға осы кішкентай институтта әрбір мүшенің құқығы бар деген сөз. Яғни ол жаңағы әйел алдыға шығып кетіп, еркектердің бәрін түсіріп тастау емес, немесе балаларды үйде ұрып соғу емес, және де әйелді ұрып соғу емес. Яғни біз барлығымыз өзіміздің құқығымызды білеміз, Осы орайда қабылданған заң. Сондықтан да менің айтарым, енді әрине сіз айтып жатсыз ғой, кейбіргі группалар бар деп, бірақ қуанышқа орай олар өте аз. Мен өзім білем, мысалға мен де өзім феминисткамын, менің жолдасым да феминист. Біз қоғамда әйелдердің құқығы тең болғанша дейін бәріміз феминист боламыз әзірше. Сосын бәріміз теңдікке келгеннен кейін біз ақырындап мүмкін еркектердің құқығын қорғайтын қоғамға айналып кетерміз бәлкім, Бірақ бүгінгі таңда мысалға 2023 жылдың статистикасына қарасақ, әлемдік рейтингқа қарасақ, әлемдік рейтингта Қазақстан гендерлік теңдік бойынша 60-шы орында тұр. Оның 1-2 жыл бұрын, мысалға 22-23 жылдары біз 83-80-ші орындарда болғанбыз. Яғни біз ақырындап рейтингтарымызда түзеліп келе жатыр, Сондықтан да сіздің жаңа айтып отқаныңыз негізі дұрыс. Сіз өзіңіз сонымен қақтығыстыңыз ба сондаймен мысалға? Мен шынымды айтайын, мен ауылдық жерде өскен адам, жеңгелерімді ағаларым сабап жатады, доп құсатып теуіп жатады. Енді өсе келе арасында түсіп кеткен кездер болады. Мен енді көп жағдайда жеңгелерім келін жағында боламын. Өзім жақындарыммен келіспей қалатын кездер болады, енді ол ұзақ негізі. Бірақ енді ол қалыпты жағдай болып кезінде қалыптасты ғой қазақ ортада. Қазір енді соны ер азаматтар қабылдағысы келмейді, неге біз әйелімізді ұрмаймыз, ол шариғатта бар деген сияқты. Енді әрқайсысы өзінің несін доводтарын жеткізіп жатыр ғой. Бірақ мен өзім қолдаймын заңды. Мен Тоқаевтың қандай да бастамасын қолдаған емеспін, шынымды айтайын. Бірақ мынау әлемдік аренада Тоқаевтың имиджі қазір ұшып жатыр осы заңның арқасында. Сосын кеше Бішімбаевтың мысалы бір сәйкестік бар, енді салыстыруға болмайды, айтуға болмайды шығар, өйтіп, бірақ сол процестің өзі де бұны жеделдетіп жіберді заңды қабылдауда. Сосын бұл жерде биліктік емес қыз келіншектер де осы заң үшін күресті, билік жағындағы қыз жігіттер де күресті. Бұл жерде полярный көзқарастағы қыз келіншектерде қайшылық болған жоқ, бәрі алды. Бір неге күресіп кетті, бір мүдде үшін. Бір ортақ жеңіс болды деп ойлаймын. Осы жерде сіз жаңа Асқар айтып қалдыңыз ғой, биліктегі, биліктегі емес деп, ол осы ұғым туралы медиа нарықта бізде бұл ашық зат, батыстың өзімен жүретін адамдар бар, билік жағында жүретін адамдар бар. Бізде масс-медиа заң болсын, басқа үкіметтік емес ұйымға қатысты бір бастамалар болсын, көзқарас екі жақта болады. Біреу батыстың көзқарасымен, біреу жергілікті дәстүрлі көзқарас дейді. Осы әйелдердің тақырыбында жалпы алғанда, енді арасында бір аздап болған шығар, жалпы алған кезде екі жақтағы топта, екі поляр көзқарастағы топта бір мүдде үшін күресті. Бұл жерде екі жақта Тоқаевты қолдады, жақсы көріп қалған шығар. Мен өзім риза болып отырмын Тоқаевқа. Сосын болды, енді арасында бір кішкентай келіспеушілік, бірақ жалпы алған кезде біз әлемнің алдында Қазақстанның қыз келіншектері бәрі заң үшін барын салды, күресті және нәтижеге қол жеткізді. Сол айтқым келген. Негізі енді мен ойлаймын, жалпы бар ғой, біз қоғам болғаннан кейін бізде динамика, өсу динамикасы, өзгеру динамикасы бар ғой. Менің жеке әрине ол пікірім. Менің ойымша қазіргі таңда бізде кәдімгідей өзгерістер
аясында тұрғанда бізге дәл қазір қоғамда қалай дедіңіз, билікке қарсы пробиліктік адамдар деп бөлінуге дұрыс емес деп ойлаймын мен өзім. Неге? Бір өзім пікіріммен бөлісейін. Мысал ретінде сіз жаңа заңда айтып отырсыз ғой, заңда билікке қарсы да билікті қолдайтын да адамдар қосылды деп. Қарсы болған жоқ ешкім. Олар бірге қосылдық. Негізі біз қоғам ретінде осылай болу керекпіз. Білесіздер ма, егер де біз қоғам ретінде өстіп бөліне беретін болсақ, біз 20 миллион адамбыз. Егер де біз билікке қарсы билікті қолдайтын адамдар бөлінсек, бізге іріткі сала беретіндер көп болады. Бізде кеше сізбен бірге соны талқыладық қой. Біз Қазақстан осы орталық Азияда дәл ортасында тұрған мемлекет. Біздің мына шекарамызды білесіздер, мына жақта Ресей, мына жақта Қытай, басқа да шекараларымыз бар, Біз осы ортада тұрып, 20 миллион болып, шекараның жанындағы енді бізде енді рисктар бар, шекара аралас мысалға жерлерде. Сондықтан да сол рисктарға ілініп кетпеу үшін, бір ауыз мемлекет болу үшін дәл қазір осындай геосаяси жағдайда басқа елдерде көріп жатсыздар қанша, бүгінгі таңда 100-ден астам әлемде конфликттар болып жатыр. Оның мысалға 30-40% кәдімгідей соғыс болып жатыр, кәдімгідей физически соғыс болып жатыр. Осы орайда біз дәл қазір билікті қолдайтын, билікті қолдамайтын болып бөлінген дұрыс емес. Мен ондайды мүлдем қолдамаймын. Өйткені менде кейде өзімнің көзқарастарым болады. Мен кейде биліктің кейбір заттарын қолдамаймын. Бірақ қолдамаймын дегенде мен қолдамайын деп барып қоғамға іріткі салмаймын. Мен өзімнің пікірімді өзімде ұстаймын. Өзгерте алатын болсам бір нәрсені, мен міндетті түрде мысалға айтам. Қазіргі шүкір, қазір өте көп институттар, қоғамдық институттар, әрбір министрлікте, әрбір мысалы мәжілісте де қаншама қоғамдық бір жаңағы алаңдар, институттар бар, сенатта да бар, тіпті Ақорданың жанында да сондай институттар өте көп. Сол институттарды сол жерде пікір алмасу үшін, сол қателіктерді бірге жұмыс істейік деп жасаған алаңдар, біз сол жерге барып айту керекпіз. Маған осы ұнамай тұр. Осылай істейік, менің пікірім осылай. Бізде қалай біздің мәдениеттен қалыптасып қалғанда барып әлеуметтік желіге шулау керек деп. Әлеуметтік желіге шулау, жарайды, шуласақ, бірақ ең басты біздің қағидатымыз қоғамымызға іріткі салмау. Менің ол пікірім жеке. Осы жерде бір сұрақ, сосын кезек Даниярға берейін. Өйткені замандаста Қанат сияқты көп уақыт үндемей отырады. Мен де сөз бергім келмей қалды. Сол есіме түсіп кеткен кезде сұрақ берейін деп. Бір айтып жіберейін. Қанша уақыттан бері осындай ой пайда болды, или бұрыннан сондай ма сенде? Жаңағы біз 20 миллион адамбыз, әртүрлі көзқарасы болмауымыз керек, іріткі салмау керек деген бұрыннан бар ма, әлде кейін уақыт өте бір сондай ойға келдіңіз ба? Менде негізі бұл ойлар бұрыннан болды, бірақ бізде бұрын бұндай рисктер болған жоқ. Бізде ғана емес, бүкіл әлемде. Ресей мен Украинадағы болған жағдайдан кейін менің бұл ойым күшейе түсті. Түсіндім, рахмет. Назым ханым, енді сіздің медиа саласындағы жұмыстарыңызды көріп отырамыз, атқарған сол туралы қойғым келіп тұр. Соңғы рет Zima Blue креативті зерттеу агенттігінің, яғни сауалнамасы бойынша Қазақстан бойынша топ 10 пиар маман қатарына кірдіңіз. Біріншіден құттықтаймын. Рахмет. Осы пиар саласында енді өзіңіздің атыңыз бар, брендіңіз бар. Бір сұрағым келгені, осы пиар саласына қандай кейстармен бөлісе аласыз? Өзіңізге ұнайтын, өзіңіздің ойыңызда қалған сайлау науқанында болсын атқарған жұмыстарыңыз бар ма осы салада? Кейстармен. Адал партиясы ғой. Ең үлкен кейстерім енді әрине осы сайлау алды науқандары ғой. Негізі өйткені ол ең ауқымды, саясатқа көз ашатын, көп нәрсені түсіндіретін кейс ол осы сайлау алды науқаны. Бізде қоғамда мынандай қалыптасқан сайлау алды науқанында жұмыс істеген адамдар субподряд болып келеді да, ұялады айтуға. Мен сайлауға қатыстым деп. Сондай мәдениет білмеймін неге екенін қалыптасқан, көбісі айтпайды, бэкта отырады да, айтқысы келмейді, ой, мен ана партияға да істеп жатырмын, мына партияға да істеп жатырмын дейді. Мен айтамын, неге айтпасқа? Сосын мен 2020 жылы Адал деген партия болды. Енді ол мақтанатын кейс емес. Өйткені партия жеңілді біріншіден, екіншіден аманатқа қосылып кетті. Пиар жақсы болды ғой. Бірақ пиары жақсы болды. Кәдімгідей шуладық, кәдімгідей жұмыс істелді. Ол менің бірінші тәжірибем болды. Екіншісі, Салтанат Тұрсынбекова президенттікке кандидат әйел болды. Ол өзі құқық қорғаушы, енді құқық қорғаушылардың арасында беделді әйелдердің бірі десек болады. Сол кісінің штабын басқардым, сайлау алды.
Сосын ең соңғысы осы республика партиясы болды. Енді республика партиясы ол мүлдем басқа кез, өйткені ол жерде енді шынымен көп нәрсе көрдік. Өйткені ол жаңадан құрылған партия, ол жерге көбіне бизнестен келген өкілдер және де саяси бэкграунды жоқ адамдар болды. Сол жағынан өте қызық болды. Мысал ретінде бір кейсті айтайын. Мынандай кейс болды мысалға, енді ғана сайлау алды, науқаны шықтық, басталды, білесіздер ғой өздеріңіз, 28-29 күн ғана, сосын день тишины, тыныштық күні, сосын болды ары қарай сайлау бітеді. Сол кезде біз енді автобуспен шығайық деп шешім қабылдадық. Барлық өңірлерді автобуспен аралап, қарапайым халықпен қарапайым болып жүру керекпіз. Олардың әңгімесін бәрін тыңдау керек. Күніне минимум 5-6 кездесулер болу керек деген өзіміздің сетевой графикпен жүрдік. Сосын бір күні шықсақ, әлеуметтік желілерде шу басталып жатыр да. Жаңа пабликтар бәрі жерге тарап жатыр. Бір студенттер Аманат партиясының несін іліп жатыр екен да. Естеріңізде ғой? Кішкентай плакаттарын агитациялап. Сол жерде республика партиясының волонтерлар келіп ілейін деп нетсе, сендер мына жаққа ілінбейсіңдер, бірінші болып Аманат іліну керек дейді да. Олар айтып жатыр, неге сендер бірінші болып іліну керексіңдер, ондай заң жоқ, бәріміз бірдейміз қазір сайлау кезде деген бір-бірімен жаңағы студенттер ұрысады ғой. Сол әлеуметтік желіге шу шығып кетеді. Сол кезде енді әрине партиялар енді ол кәдімгідей іштей ол сайлау, ол бір-бірімен жарысу ғой, кәдімгідей ондай кезде кәдімгідей процесске кіресің. Әрине республикада айтып жатыр, ол неге бізді бүйтіп таптау керек? Бізде де енді гордость бар дегендей мысалға айтып жатыр әріптестеріміз бәріміз. Сосын біз не істедік? Біз айттық, Аманатты да ренжіткіміз келмейді мысалға, өйткені айту керек, енді Аманат өмір бойы Нұр Отан болып, сосын Аманат болып үлкен жұмыстар атқарды, олар жоққа шығаруға болмайды. Енді тікелей конфронтацияға Аманатпен бару мүмкін емес, өйткені олар үлкен, олар күштірек, иә. Сосын қандай шешім қабылданды? Жаңағы іштегі партиецтар енді жазып кетуі мүмкін. Одан наразылық тудырып, біз жаңа сайлаумен емес, басқа партиялармен күресумен өтіп кетеді. Сөйтіп жүріпші сайлау. Бізге партиялармен күресу емес, сайлау науқанында барып сайлауға адам жинау, саған қол қойып, саған дауыс беретін адамды жинау. Ол көбісі провокаторлар алып кетеді да, сосын партиялардың көңіл күйі сол басқа партиялармен қырылысуға кетіп қалады. Ол дұрыс емес, ол провокацияға берілуге болмайды. Өзінің жұмысын ары қарай халықпен жұмыс істеу керек. Сондай провокациялар басқаларды тудырып, жаңағы басқа адамдар жазып, ой, сендерді бүйтті, сендер неге үндемей отырсыңдар деп провокациялайды. Ол жас жігіттер ғой мысалға, бұрын саясатта болмаған, амбиция, энергия бар. Сосын біз айттық, біз өстейік, жаңағы видео жазайық, партиецтарға жаңағы төраға айтсын, құрметті біздің партиялықтар, біз қазір жаңа мен айтқан тезистарда енді бәріміз барып бір-бірімізбен соғысып ұрсыспай халықпен жұмыс істейік. Сосын халық өз таңдасын. Баннер ма, плакат па, ол екінші орында. Ол плакатта қалай тұрсың, плакат кім қарайды мысалы ретінде, қыста, суықта, иә. Ол адамға барып face to face сөйлесу, сайлауда ең бастысы, көбісі ойлайды әлеуметтік желі арқылы алып кетем деп. Негізінде олай емес. Әлеуметтік желідегі әңгіме және жеке бүйтіп отыру, қарым-қатынас жасау, адамның көзіне қарап жылу беру, жаңағы айтқан нәрселеріңді орындаймын деген, ол басқаша қабылданады. Бір кітап бар, атын ұмытып қалдым, сосын сіздерге жіберіп қоямын. Сол жерде айтады да, путь к сердцу к избирателю – это не газета, не журналы, не радио, а это только через дверь. Стук в дверь дейді. Сондықтан да сол болды да, сосын ол кісі айтты, осылай біз соны істейік, ондайларға қарамай қойық, плакаттар бізге маңызды емес. Бұл қайдан шыққан кішкентай қыз бізге ақыл айтып отырған деп қабылдамай қалғандар болған жоқ па? па? Ол бірге қабылданған шешім ғой. Ол мен ақылдымын, өзім ғана қабылдадым деп айта алмаймын. Бірақ ана видео шыққаннан кейін әрине ол ары қарай тарау керек қой мысалы, оны телеграм-каналдар алды, басқа да. Ол яғни ішкі коммуникациядан, коммуникация екіге бөлінеді. Внешний коммуникация, внутренний коммуникация. Кейде ішкі коммуникация дұрыс қойылған нәрсе сыртқа да шыққанда ол әдемі болып көрінеді. Сонда біз осы жерде ішкі коммуникацияны дұрыс қоя тұра, ол ары қарай таралды. Енді таралған жолдары ол басқаша әңгіме, бірақ таралып, телеграмдар, сосын ол әлеуметтік желілер ары қарай сосын әрине теледидарға да шықты. Яғни дұрыс тезисті, бірақ ол видео андай отырып алып, бір флагтың жанында отырған видео болған жоқ, ол автобустың ішінде
шашы жаңағы кір, иә, душқа да түсіп үлгермей жатыр адамдар, қараңғы, сол автобустың ішінде органика видео тарап кетті, вирус. Бұл кейс өте жақсы рейтингті көтерді ең басында партияның. Вот осындай кейстер бізде болды. Ол енді бір барлық кейстерді қазір айта алмаймын, өйткені оның жабық жерлері де бар, айтуға болмайтын. Бірақ жалпы біз осындай әдемі органика арқылы қоғаммен байланыс қалыптастырып отырдық. Сол республика партиясы туралы айтып кеттіңіз ғой. Ол жерге барған көп кісілердің депутаттыққа барған саяси мансабы болған жоқ дедіңіз. Қазіргі таңда сол депутатта отырған Айбек Ходжаназаров болсын, Руслан Берденов болсын, сол кісілермен әлі күнге жұмыс жасайсыз ба, және көңіліңіз тола ма атқарып жатқан жұмыстарына? Енді негізі біз ол кезде келіскенбіз, сайлауалды науқаны сосын болды деп. Өйткені мен ұзақ контракттарды ала алмаймын, бірақ біз бітірдік, бірақ бүгінгі күнге дейін біз жақсы араласамыз. Мен басқа партиялардан қарағанда, әрине республика өзіме жақын жылы болғаннан кейін мен олармен жақын араласам, бірақ қараңыз, саяси бэкграунды болған жоқ дейміз, бірақ біз ұмытпау керекпіз, депутат ол халықтан келіп отқан адам, ол бір саяси бэкграунды болу міндетті емес, өйткені сіз халықтың айтқан, халықтың алдына қойған уәделеріңізді орындау керексіз. Болды, ең басты депутаттың жұмысы сол. Сіз отырып алып барлық саяси процесстерді жатқа білу керек деген ол ең маңыздысы емес. Әрине ол да келеді уақытымен, қазір олар бәрін біледі. Айдарбек Ходжаназаров та, Берденов та, Нұргүл Тауда, Олжас Құсбеков вообще супер топ депутат. Олардың бәрін білет. Жұмыс, мен сырттан қарайым, бақылайым, маған ұнайды. Менің ойымша олар жақсы жұмыс істеп жатыр деп ойлаймын енді. Республикада да тегін адамдар емес қой, бэкграунд болмай қойсын саяси, бірақ бизнесте олар топта тұрған жігіттер, бәрінің аты бар, заты бар, репутациясы таза. Сосын республиканың пиар науқаны әдемі жүрді. Енді ол орын парламенттегі басқа, ол енді бөлек деңгейдегі әңгіме деп ойлаймын. Саяси ерік деген түсініктер бар. Енді менде мынандай сұрақ. Бізде кеше батыс облыстарын, Қазақстанның басқа өңірлерінде су алды. Су тасқыны болды. Біздің депутаттардың мен жұмысына көп көңілім толмайды. Көп жерде айдамда жүремін. Бірақ күні кеше біз 2-3 күн бұрын мәслихаттың төрағасы Гүлқасима Рамазанқызы дегенді мен жаздым, риза болдым мына кісіге. Эвакуациялық қосынға барады, әйелдермен шай ішеді, ән айтады, кездеседі, көңілін аулайды. Мен бірінші рет көрдім андай адам. Сосын маған ешкім жазба деп айтпайды. Алдымда жазып қойдым. Бүгін хабарласып айтады, Асқар, біз қанша жүгіреміз, ешкім көрмейді. Сен бір сөзің біз дейтін кәдімгі көңіліміз босап кетті дейді іште. Мәслихаттан соңында бір танысым айтады. Сол енді мен қарап отырмын. Құлсарыда қазір жағдай қиын, ушығып жатыр. Кеше өзің Батыс Қазақстан облысына аралап қайттың, ішінде қонып қайттың дедің, эвакуацияны бекеттің қосынның ішінде. Бұл жерде Астана енді қанша дегенмен үлкен қала, орталық қала, бәріміз соған қарап отырамыз. Астананы келіп, ана жерде коммуникация орнатуы жөнінде айтып бересің ба? Сосын Құлсарының жағдайы бір параллель келтіріп, өйткені бір Қазақстан, бір батыс өңір, бірақ екі жерде екі полярлы жағдай болып жатыр қазір. Өзінің пиар маманы ретінде, коммуникация өкілі ретінде пікіріңді білейін деп едім. Енді осы кеше қандай күн, қазір шатасып кеттім өзі. Бүгін 29 мамыр. 30 мамыр. Назым, мен сәне өткен шатасып жүрмін. 20 мамыр екен. 20 мамыр. Мен ертең жол жүрім керек. Қай күн аптаның. Сол жол жүретін адамдар солай болып шатасып жүреміз. Мен кейде оянам ғой, гостиницада оянам ғой. Мен қай қалада жатырмын, кеше Ақтауда болдым, бүгін Таразда, бүгін Шымкенттемін, Шымкент. Сондай кездер болды. Мен бүгін сөйтіп ояндым. Мен қайдағы Оралдан Астанада, Ақтөбеде. Осыдан 2 күн бұрын Оралдан Астанаға келдім да, сосын кеше Ақтөбеге ұшып келдім. Оралда 3 күн болдық. Осы ұлттық комиссия аясында әйелдер істері жөнінде және отбасылық демография жөніндегі ұлттық комиссия мүшесімін ғой. Енді барлығымыз әріптестерімізбен жан-жаққа тарап региондарға бардық. Мен өзім Батыс Қазақстан облысына бардым. Тарасенко Елена Ивановна деген әріптесіммен. Сол жақтағы ең үлкен эвакопункт бар екен. 500 адамдай тұрып жатқан. Ең үлкен. Сол эвакопунктқа келдім. Шыны керек келгенде түңілдім әрине. Жаңа көріп, жылап жатыр әйелдер. Сосын енді негізі бізші
бәріміз Қазақстан болып жабылып көмектесіп жатырмыз ғой. иә халық көмектесіп Шыны керек айтсақ, зардапты бәріміз кешіп жатырмыз. Мен де айтайын, өзім, мен білесіздер ме қалай зардап кешіп жатырмын. Мысалға, менің пиар агенттігім бар ғой, менде үлкен компаниялар бар менімен жұмыс істейтін. Енді олар маған төлеу керек, мен айтамын, сіздер төлемді қалайша жасайсыздар десем, олар айтады, Назым, біз қазір ақшаның бәрін осы немен, су апатымен неге кетіп салдарын жатырмыз жоюға жұмсап жатырмыз. Бізде қазір ақша кішкене жоқ, тоқтай тұрасыз ба дейді. Мен айтамын, қалай, менде де кредиттар бар, мысалы мен даму арқылы кредит алғам, ипотека, басқа да обязательстволар бар. Олар айтады, енді күте тұрасыз сентябрь, октябрьға дейін. Мысалға, бизнеске де әсер етіп тиіп жатыр, иә. Ол менің де бизнесіме тиіп жатыр. Яғни менде де зардап кішкентай. Ол әрине мен үйімді жоғалтпадым, бірақ дегенмен маған да тиіп жатыр. Сондықтан да біз Қазақстан болып қазір бұл қиындықты ортақтатып жатырмыз, иә, ортақпыз бәріміз. Енді мен ана жаққа келіп барлық жағдайды көріп тұрмын, жүрегім ауырып тұр. Сосын әйелдер жиналды. Әйелдерді актовый-залға жинап сөйлесіп жатырмыз. Енді мен осылай Астанадан келдім, әйелдер жөніндегі ұлттық комиссия сіздерді қолдайын деп, қолымнан келгенше көмектесейін деп, Астанадан психолог алып келдім. Өзім бір дипломированный Мәскеуде оқыған мықты психологым бар. Соны алып келдім, 3 күнге командировкаға жүр деп. Ол ондайға үйренбеген, ол енді қаланың қызы. Сол кісіні алып келдім. Сосын сол жақтағы косметолог, сосын тырнақ жасайтын әйелдерді жинап, кішкентай салон красота ашып қойдым ішінде. Сосын айтып жатырмын, құрметті әйелдер, осылай алып келдім, мына жерде осындай кішкене өздеріңіздің беттеріңізге қарап, кішкене енді уақыттарыңызды өткізіп, әрине енді мен сіздерге қазір үй сыйлай алмаймын, өйткені ол жұмыстар істеліп жатыр, бірақ менің ұлттық комиссияның көмегі осы. Әзірше десем, бір әйел айтады, сен немен алдап жатсыңдар, сендердің керек емес косметолог, психологтарың мен құрып кет дейді да. Сосын мен шыны керек, мен қатты ренжіп қалдым. Енді шын көңіліммен келдім, көмектескім келіп тұр. Дополнительно спонсорды алып келдім, спонсорлардың ақшасына қосымша гигиеналық заттар, бір әйелге бесік алып беріп жатырмын. Сосын мен айттым, апа деп жатырмын да, сіз ренжіп жатсыз деп жатырмын, бірақ мен келіп тұрмын. Менде де көмектесуге келіп тұрмын. Неге сіз мен бетімді қайтарасыз? Мүмкін басқа елдерге де керек шығар, сіз неге бәрінің алтынан сөйлеп жатсыз деп. Енді ренжіп айтсам, басқа елдер айтады, иә, дұрыс айтасыз, апа, сіз өйтіп айтпаңыз, біз барамыз дейді да. Сосын ана апа енді түсінді, енді жақсы деп. Сосын кішкене кейін барып коридорға шықсам, ана коридордың бәрі очередь қой, былай әйел ғой. Олар дегенмен әйелдер, олар да хотят уходовые процедуры, олар да мысалға ана жақта әбіржіп жүр. Қашан барады қазір, үйсіз қалды, ақшасыз мысалға, иә, кейбіреулер очередьта ана жақта. Енді ана косметолог айтады, Назым ханым, мен күніне 35 адам қабылдадым, мен бір айда өйтіп адам қабылдамаймын дейді да. Маникюрды айтады, кірсең көз қызарып кеткен, өстіп отыр. Мен айтым, істе, ештеңе етпейді. Психологым бұлай өзі төңіліп кеткен. Мен айтып жатырмын, істеңдер, 3 күн осылай режимде жұмыс істейміз деп процесстерді қойып кеттік. Сосын енді маникюрден шыққан әйелдермен сөйлесеміз, сосын актовый залда кешке жақын андай не өткіземіз, мастер-класс сияқты ше. Пункттың ішінде. Иә, пункттың ішінде әйелдерді жинап, сосын әйелдер өздері айта бастады бір-біріне. Мысалға старосталар бар, солар шығып, әйелдер әжетханаға барғанда, душқа барғанда тазалық сақтайық деп бір-біріне айта бастады. Түсінесіздер ма? Яғни жаңағы ішіндегі атмосфера уже пайда болды, бір-біріне ақыл айтып, бір-біріне жаңағы совет айтып жатыр да. Сосын мен айтып жатырмын, жұмыс кетті, бәрі жұмыс істеп жатыр, уже процесстер жүріп жатыр. Енді 3-ші күн болды, мен қайтар алдым да. Сол жақтағы әйелдер айтады, Назым ханым, біз дастархан жайып едік, сізді шақырайық деп едік дейді. Мен айтып отырмын, ойбай, керек емес, сендердің өздерінің ештеңкелерің жоқ, мен кеп сендердің дастархандарынан қалай шай ішемін десем, жоқ, жүріңіз дейді. Представляете, общежитие ғой, мынандай кішкентай енді бөлмеде тұрады. Ана бөлмеге аппақ дастархан сатып алған, қосылып дастархан жайып, андай олар одноразовый емес жүрген, бір жағынан кружка тапқан, білмеймін қай жақтан, кружка қойып, торт, фрукты қойып стол жасаған ғой. Ол эвакопункттің ішіндегі ең бірінші дастархан шығар. Солай сияқты маған, иә, мен оны сұрамадым, бірақ мен жылағым келіп кетті, бірақ жылауға болмайды. Ол жерде дастархан жайында шамада емес қой әйелдер. Иә, оларда мотивация даже ондайға жоқ. Сосын біз енді жаңағы 8-9 әйел отырып, шай ішіп, енді күліп, настроениеміз көтеріліп, енді сіздердің новосельеларыңыз болғанда шақырыңыздар тура осылай деп айтып кеттім, жылы сөздерді айтып. Ең бастысы барлығы қарапайым коммуникация. Коммуникация деген жаңағы релиз жаса салып, пост жасау емес, ол адаммен қарым-қатынас орнату ғой.
мысалға сізбен де кеше отырып сөйлесіп отырмыз, қарым қатынасымыз орнап жатыр, бір бірімізге қалай көмек көрсете аламыз деп мысалға подкаст та пайда болды соның арқасында. Сол сияқты қарапайым халыққа тек қана керегі қазір кезде қолдау, коммуникация. Халық та ол андай былай жүретін адам емес, олар түсініп тұр. О жақтағылардың бәрі түсінді. Мысалы о жақта 90 үй салына бастады. Сол жақтағы әкім айтып отыр, Қаратөбе ауданы 90 үй сала бастадық, күзге дейін біз береміз дейді эвакуацияға ол үйді. Яғни жұмыс жүріп жатыр. Ол отырып алып мемлекет ой жұмыс істеп жатқан жоқ деп айту дұрыс емес. Оның ондай бізде 80 жыл болмаған, бірінші рет ондай болып тұр, ойлаңыздаршы. Біз бәріміз енді соған кішкене түсіністікпен қарап, бір-бірімізді қолдап, уақыт күтіп, үйлердің жаңадан салынып, ремонттар жасалып неткенін қолдап бірге. Бізде ол жұмыстар жүріп жатыр. Енді Ақтөбенің мысалында айтайын, жүріп жатыр, бірақ жеткізу жағы кейде қардың ашып қалады. Әріптесім бар ана жерде, Асхат Шахаров бар, әкіміміз. Ана жұмыстарды қалай формулировка келтірсем екен. Бізде былай, әкім мысалы ретінде айтайын, тапсырма береді. Бар сен қарап қайт, ана жерде не болып жатыр. Ол екінші адамға тапсырма береді, екінші, үшінші, бесіншіге барады, бесінші формально қарады, жақсы, отработали, қайтадан цепочкамен отчет келеді әкімге. Сондай жағдайда кеше мәслихаттағы апайлардың әрекетін көрген кезде мен ойлана бастадым. Қазбалап іздемеймін ба? Сол кезде аудандарға барған олар, сондай жағдай. Өкінішке қарай мәслихаттағы ол жұмыс бізге көрінбейді. Көрген бір кішкене видеоға мен тек бөліскем. Сондай моменттер ғой, жұмыс көрмейді. Енді Құлсарыға келсек. Құлсарыда қазір жағдай шиеленісіп жатыр. Әкімдер келді, прокурорлар келді, тәртіп сақшылары жүр. Бірінші күннен интернетті ажыратып тастады. Осы жерде басу айтып жатқан видеоларда тарап жатыр. Керісінше арандату демей ақ қояйын, бірақ қандай эмоцияға берілген бір манипуляция элементтері бар контентте тарап жатыр. Бұл жерде не істеуге болады пиар маманы ретінде билікпен қиналып жатқан халықтың арасында? Енді мен мына жерде бір экспертпін деп айта алмаймын, әрине. Мен күнде митингқа субъективті шығып жатқан адамдарға шығып жатырмын деп айта алмаймын, бірақ дегенмен әрине қарапайым сол қарым қатынас қой. Бірақ ол жақта да шығып жатыр деп көріп жатырмын, иә, мысалға барынша ол жақта жұмыс істеп жатқан мен өзім көріп жатырмын. Бірақ әрине мүмкін толықтай әлі ақпарат жетпей жатқан шығар, мен білмеймін ол жағын. Олардың сұрап жатқандарын да естіп жатырмын, мысалға 400 мың дейді. Бірақ өзіңіз айтыңыздаршы, мысалға, иә, Асқар, иә, сіздердің пәтерлеріңіздің квадрат метрі қанша тұрады? Менікі арзан. Мен есептеп көрдім, көп шығады екен. 1 квадрат метрға 400 мың деп айтып жатыр халық. Бірақ мен өзім санап едім, өзімнің үйім шамасында. Яғни көп, шамадан тыс. Қанша шығыпты мысалы, сіздің үйіңізбен санасақ 400 мың? 146 квадрат метр. Бізде жер үй енді. Жер үй 52 миллиондай шықты. Енді ол ондай бағада тұрмайды, өкінішке орай. Орналасу ауданы бар, район бар, соған байланысты. Сондықтан да менің үйімде мысалға үйімнің квадрат метрі бір 300 мыңдай шығар мысалға, иә. Бірақ мен енді білмеймін, о жағын енді мен айта алмаймын, мен оценщик емеспін, бірақ Қазақстан барлығы бірдей. Бір заң, бірдей өтемақы. Бірдей өтемақы. Білесіздер, мен қазір айтамын да, бәрі біз гендерлік теңдік деп жүрміз. Біз гендерлік теңдік емес, біз қазақстандық теңдікті айтайықшы, ауыл мен қаланың арасындағы теңдік, райондардың арасындағы теңдікті бастайық, сосын гендерлікке көшейік деп кейде айтып қоямын енді. Өйткені ол теңдік жоқ. Бұл жерде де біз теңсіздікті көріп тұрмыз. Неге мысал ретінде Оралдағылар квадрат метрі 150-200 мың алу керек, а басқа қаладағылар, мысалға басқа ауылдық жерлерде 400 мың алу керек. Олай да болмайды. Менше бұл жерде де билік тарапынан кіріп ортаға сөйлесу, көңілін аулау деген кемшін сияқты. Енді Атырау облысындағы биліктегі қыз жігіттер кешірсін. Бірақ мен ойым, сырт көз қарап отырамыз ғой, бұл журналист болғаннан кейін қалай болып жатыр деп. Сол жағынан енді көп ақпарат шықпай жатыр, плюс халыққа, мына жақшыдай тұрарымыз ішкі адамдарға жеткізу жағы кемшін сияқты. Мен субъектив пікірім. Мен енді тағы бір жұмысыңызға тоқталып кеткім келіп тұр, бұны атап өтпеске болмайды. Қазіргі таңда волонтер қызметін атқарасыз, Қазақстан боча федерациясының жалпы бұл боча дегеніміз паралимпиада ойынның бір түрі, түсінікті болып кету үшін. Бұл жерде енді инклюзивті мәдениет қалай қалыптасып келе жатыр Қазақстанда, және сіздің сол жерде атқаратын жұмысыңыз туралы қандай? Алдыңғы жылы 2023 жылы наурызда, ақпан айында Ашымбаев Мәулен
Сатқанұлы осы боча федерациясын шақырған болатын. Осы жерге вице-президент болып кірдім, қоғамдық жұмыс. Өзі президент қазір федерацияда. Барлығымыз қоғамдық жұмыс атқарып жатырмыз осы федерация аясында. Бұл жердегі енді негізі жаңа боча деген мынандай доптарды лақтырып ойнайтын ойын. Боча бұл Қазақстанда жалғыз спорт, яғни тірек қимыл қозғалысы жұмыс істемейтін адамдардың ол ауыр диагноз. Мысалға кейбірлер паралич дейміз ғой, тек қана басы жұмыс істейді, қол аяқтары істемейді. Сондай адамға дейін ойнай алатын спорттың түрі. Басқа паралимпиадалық спорттарға олар қатыса алмайды, параспорттарға. Мысалға параспортта карате бар, пара-карате, пара-жүзу бар, пара-волейбол. Ол дәл осы бочадағы спортсмендер ол спорттарға қатыса алмайды. Өйткені бұл өте ауыр мүгедектігі бар адамдар. Яғни бұлар тек қана бочамен айналыса алады. Солай осы федерация пайда болып, қазір Қазақстан бойынша 10 өңірде филиалдары бар. Ақырындап дамып жатырмыз. Кешенің арғы күні біздің тарихта бірінші бронза бочадан алып келді. Қуаныш деген бала. Ол бала Талдықорғаннан 17 жаста өзі колледжда оқиды. Физкультурный тренер болып, мұғалім болып. Өзі коляскада отырады, бірақ бочада кәдімгі күшті көрсеткіштер көрсетіп жатыр да. Сосын бірінші бізге осы қола медалін алып келді. Біз соған қуанып жатырмыз. Енді инклюзивті қоғам туралы айтатын болсақ, өздеріңіз де білесіздер. Мысалға, қоғамда жай ғана балалар ойнайтын жерде алайық, ол жерге мысалға даун синдромы бар бала келсе қалай болады? Мазақтайды ол баланы. Коляскада отырған бала болса, онымен ойнағысы келмейді, оны итермелеп тастайды. Бұл нені көрсетеді? Бұл инклюзивті қоғамымыздың әлі дамымай жатқаны. Инклюзивті қоғам дегеніміз ол тек қана пандус, тек қана андай мүгедектерге арналған лифт қана емес, ол біздің санамыз. Біз санамыздың деңгейінде бұл қоғамды жасау керекпіз, балаларымызға түсіндіру керекпіз. Өзімізде жаңағы мүгедектігі бар, мүмкіндігі шектеулі жандармен бірдей теңдік өмір сүру керекпіз. Бұл жерде жаңағы теңдік. Яғни біздің қоғамда теңдік процесі жан-жақты жүру керек. Осы орайда біз жұмыс істеп жатырмыз. Мен енді бір андай тренер емеспін, мысалға, массажист, реабилитолог емеспін, бірақ мен осы инклюзивті қоғамды дамытудағы, қоғамдағы әлеуметтік желі арқылы, бұқаралық ақпараттық құрал, медиа арқылы, осылай кездесу, жаңағы конференция арқылы сол жерде пропаганда жасау арқылы мен жұмыс істеп жатырмын. Мен өзім спортты көп түсінбеймін. Сосын жазбауға тырысамын, бірдеңесін қате жазып қойып күлкіге қалармын деп. Бочаны мүлдем естімедім. Осы сенің парақшаңнан көріп, мен бочаның енді қатты түсінемін деп айта алмаймын, бірақ тиіп қашып, сол арқылы, сен контентің арқылы мен оған жақын бола бастадым. Менде де бір жағдай болған, таксистте келе жаттым да, таксистте хабар жүріп жатыр да, сол жерде осындай боча туралы ақпарат беріп жатыр. Сосын ана кісі, үлкендеу кісі енді сұрады, балам бірдеңе сұрайын деп, деп спорт түрі деп жатыр, боча дейтін спорт түрі, бірінші рет естіп тұрмын, паралимпиада деп. Сосын мен айтамын, аға, бұл енді мен де толық түсінбеймін, бірақ енді паралимпиада бұл жерде. Сол жерде жайлап түсіндіріп айтып көрдім. Енді көп адам білмейді. Бірақ дегенмен жаңа айтатын да, сіздердің жұмыстарыңыз көп адам білмеуі мүмкін да, бірақ керемет жұмыстар атқарылып жатқан. Сіз айтқан Талдықорғанның жігітінде инстаграмнан көрдім, жүлделі орын алып келген екен. Сіз кірдіңіз ба? Супер. Кішкене болса жұмыс жүріп жатыр, иә? Солай, Данияр менен көп біледі, аңда отырады, пиар мамандарым. Бірақ қараңызшы, Данияр мырза, былай ғой, мысалға сіз де айтып қалдыңыз, иә, көп білмеймін, сондықтан кейде қорқам дейді да, қате жазып қоюға. Журналистер көп солай. Оның өзі де инклюзияның қатты дамымай тұрғанын көрсетіп тұр. Өйткені журналистер жазғысы келеді, бірақ бір енді қатемен жазып қойсаң, әрине ол да. Мен мысалы гендерлік журналистика болды. Мен енді ұялдым, біз андай қабылдаймыз ғой, тек қыз-келіншектер отырады деп. Бірақ бәрін ысырып қойып бардым. Расында қыз-келіншектер, бір жігіт барған жоқ ана жерге. 2 күн отырдым, көп зат түсіндім, бірақ сонда да маған білім аз гендерлік. Тепе-теңдік, журналистика бойынша. Енді инклюзияны мен шын айтайын, мен енді бір соңғы қатардағы журналистпін деп айтпаймын, өзімді. Соның өзінде мен инклюзия деген кезде кішкене қауіптенемін. Өйткені мен білімім аз, басқа да, мен оған ұялмаймын, мен дилетантпыз ғой біз қанша дегенмен. Сосын көп жақындамай отыр. Бірақ негізі дұрыс бастама, мен сыртта енді риза болып отырамын, осындай ауыр тақырыпқа кіріп кетіп насихаттап отқаны. Бір айтайын деген момент, Уолт Диснейдің мультфильмдері бар.
қазір қате айтсам түзеп жібересің, иә. Немо балық, ана ақыл есі кем балық бар ғой. Мысалы мен оны баланың мультфильмі ғой деймін, бір күні кішкентай балалармен отырып қараймын, отырып алып жыладым шамалы. Сосын ана Немо ма? Жоқ, бір көзді корпорация монстров. Иә. Ол да мен мынау не құп жоқ деп жүрмін. Бір күні отырып қараймын, жиендермен отырып қараймын. Еңкілдеп балдар жылап отыр. Енді айтайын дегенім, жаңа Немо ақыл естіген бала, иә. Сосын қолы жоқ тағы бірдеңе шықты мультфильмдерде. Былай айтқан кезде мүмкіндігі шектеулі мультфильм кейіпкері. Сосын ана қуыршақ Барби арбада отырған шықты, иә. Иә, мүмкіндігі шектеулі Барби қуыршағы. Енді бір күні қарасам, Барбидің терісі қара нәсілді. Иә, Барби. Сосын түсіндім, бұлар не істеп жатыр. Оны жаймен сұраймын ғой, түсінетін адамдардан. Бұл айтады, бұл инклюзия, бұл деген балаларды осы бастан үйрету. Жүрмейтін қуыршақ, ол да қоғам мүшесі, ақыл естіген балық, ол да теңіздің, мұхиттың тұрғыны деген сияқты. Содан кейін барып мен шамалы енді тип қашып қарап қоямын да, енді 100% ішіне кіріп кетпесем де, сондай менде бір ойлар болды. Сол енді Назым, пиарға оралайық. Қазақстанда пиар нарығы қалай қазір? Мамандар жағы қалай? Қазір арнайы мектебі жоқ деп ойлаймын. Бірақ әркім өзі жетілдіріліп жатыр. Өзі ізденіп, өзің сияқты шетелден оқып келеді, біліміне ақша салады, дамиды, жұмыс істейді, қателеседі, бір кездер кейстер жақсы болады. Жалпы осы бағытта трендті, тенденцияны білгім келеді. Сосын сіздер енді Астанада отырсыздар ғой, мүмкін өңірлердегі жағдай қалай? Мысалы бізде айналысқымыз келеді, мысалы мен сіздерге қарап жаңағы бой түзейміз. Елікбаевқа қараймыз, жаңағы кім бар? Ринат Балғабаев. Иә, сондай бір танымал пиарларға қарап отырамыз. Сосын оның ішінде тілдік мәселесі. Көбісі орыс тілде, пиардың бәрі орыс тілде жүрді дейді. Сен өзінің ерекшелігі қазақ тілінде де алып жүрсің, сол жағынан айтып берсең тарқатып. Енді бүгінгі таңда пиар саласы бізде дамыды, толықтай дамыды деп айтсақ болады. Өйткені осыдан 10 жыл бұрын айтып жататын пиарға 20 жыл болды деп, сол кезде әлі даму процесі болып жатты. Қазір енді жақсы дамыды деп айтсақ болады. Неге? Өйткені адамдар түсінді, пиардың ол жарнама емес екен. Мысалға, енді қазір кейде бірақ болып тұрады, жаңадан келген пиар саласына келген мамандар, олар пиарды жарнама дейді да, жарнамалап жаңағы слишком приторно сладкий, сондай қылып көрсете береді да клиенттерін. Негізі ол қарапайым қоғаммен қарым-қатынас, жаңағы біздің істеп жатқан нәрсеміздің бәрі осы пиар. Біз бір-бірімізбен қарым-қатынас болып отырмыз, иә, бір-бірімізбен байланыста отырмыз. Сондықтан да ол тек қана бір бұқаралық ақпараттық құралдарында шыға беру, блогерларға шыға беру емес. Ол бірінші орында қоғаммен байланыс. Қоғаммен деген ол жаңағы адамдар. Енді оған жететін инструменттер әртүрлі болады, әрине. Ол жаңағы офлайн шаралар, осындай конференция, форумдар болуы мүмкін, жеке кездесулер, әрине бұқаралық ақпараттық құралдарда болады, иә. Біздің медиамыз бар, өзіміздің әлеуметтік желілеріміз бар. Мен ойлаймын, қазір ең бастысы пиарда транспаrenттік. Маған кейде бір клиенттер келеді, мен мысалға мені прям қатты пиар етпе, бірақ мыналарды ғана көрсет дейді. Мен сіздерді алмаймын. Өйткені мен исключительно транспарентті адамдарды ғана алам. Ол кім? Ол өзінің жұмысын айта алатындай. Ақшаны қайдан алдың, бизнес қайдан пайда болды? Ашық адам. Ашық. Екінші, отбасын кім? Тоқал-моқал деген болмасын, мысалға, иә? Оған қарайсың? Міндетті түрде қараймын. Үшіншісі, әрине жаңағы саяси көзқарасты қандай, иә, бізде бар ғой левоцентрист, правоцентристер дегенде, ол да маңызды. Мысалға, адам лағып кетіп ертең бір, мысалға, Аблязов болып кетсе, ол маған ондай керек емес. Өйткені менің ішкі дүнием оған қарсы. Мен іштегі мемлекеттегі еліміздегі іріткі салуға мүлдем қарсымын. Тапсырыс болса деп кез келгенге келісе бермейсің? Кез келген келісе бермеймін. Сондықтан да мен тек қана сондай ашық, таза адамдармен жұмыс істегім келді. Әрине, ондай адамдармен жұмыс істеген оңай деп ойлайды. Абырой сосын. Иә, бірақ ол оңай да емес. Өйткені ондай адамдар көбіне қорқады, жаңа тек қана жұмыс істеп үйреніп қалған. Сондықтан мен айтамын, әлеуметтік желі жүргізгенде, мысалға, иә, 70% жарайды, жұмысты көрсетейік, қоғамдық жұмысты көрсетейік. Мен қазіргі жаңа моделім осы ұлттық комиссия аясында да сол моделімді осы пиарға да ақырындап салып жатырмын. 30% міндетті түрде отбасы болады. Біз қазір мына қоғамда отбасы институтын бәріміз дамытқымыз келеді, иә. Бірақ оны біз қалай дамытамыз? Егер де бізде рөлдік модель болмаса, мысалға,
мына еркек мықты екен, ой көп нәрсе, бірақ оның әйелі кім? Аяғында білініп жатады, ой 5-6 тоқалы бар екен, былықтардың бәрі шығып жатады. Сонымен жаңағы қоғамда істеген жұмысының бәрі сонымен осы сырылып жоқ болып кетеді. Сондықтан мен айтамын, отбасын міндетті түрде көрсету керек. Әйеліңіз кім, балаларыңыз кім, қоғамды қалай, тәрбиені қалай жасап жатсыз, әйеліңізді қалай сыйлайсыз. Әйелге де сөйтіп айтамын мысалға. Жолдасыңыз бар ма, жолдасыңыз сізді қалай қолдап жатыр, соны көрсетіңіз. Өйткені өсіп келе жатқан қазіргі жастар, оларға ролик модель керек. Өйткені өкінішке орай жастар қазір қалай Инстаграмда luxury life'ты көреді. Beautiful life, қымбат брендтер, машина, сағат, анау-мынау. Оның артында не тұрғанын көбісі көрмейді ғой. Сондықтан да жастарға дұрыс бағыт беру керекпіз. Ол дұрыс бағытты беретін жаңа пиардың адамдары. Біз пиар етіп қана бір адамды ғана емес, біз оның ішіне идеологияны да салып отыру керекпіз. Сондықтан да мен өзімнің пиар жасай отырып, мемлекеттік идеологияны да салып отырғым келеді. Назым, мен қайта-қайта сағат қарап отырмын. Бізде уақыт тығыз, қазір сөз сөйлеу керексің, ұмытпа оны. Данияр, кешірім сұраймын, бірақ алдыңғы подкасттарға қарағанда сен жаңа сұрақ қою ойлайсың, артып келе жатыр. Иә, шүкір ет. Жаңа нені сұрайын деп едім, бүгін жұмаптағы шараны жалпы университет емес, Лаураның жеке біздің жас ректордың бір жеке портретіне қатысты. Қалай сырт көз, Лаурамен жақсы таныстығында бар. Біздің өңір үшін ондай ректордың орны бар ма? Ақтөбе облысы үшін, жалпы ғылым саласы үшін, білімге. Сол жағынан кішкене осы соңғы сұрағым. Сосын жаңағы нені айтам дейсің? Жақсы. Лаура Карабасова туралы айтатын болсам, ол кісімен біз ұлттық комиссия аясында екеуміз әріптеспіз. Лаураны 2 жыл, 3 жыл болды танығаныма. Университетке жаңадан ректор болып келген кезде танимын. Мен сол кезде енді әйел ретінде, жаңағы әріптес ретінде мониторинг жасап, енді кәдімгідей қобалжып бірге көмектесіп жүрдім да. Сол кезде мен көрдім, әлеуметтік желілерде өте көп пікір болды. Ой, жас маман, жаңа ғылымға жас келгенде ол не болады? Біреуі, қыз бала, тұрмыс құрмаған неше түрлі болды. Бірақ қазір 3 жыл өтті, біз көріп тұрмыз, мен қазір өзім университетке барып көріп келдім. Именно ғылым жағы жақсы дамыған. 2 қызбен, сіз мен жаңа алып кетердің алдында, 2 ғылымдағы қызбен шай іштім. Анара, сосын екіншісі Динара. Екеуі де PhD-да, екеуінің де ғылыми жетекшісі Лаура Карабасова. Яғни Лаура Чапаевна қазір ғылымға кәдімгідей зен қойып отыр. Бізге ғылым керек қазір. Андай мишура, өтірік дипломхана, өтірік тұрмысқа шығу үшін диплом аламыз деп кейбір қыздар айтады, мен соған шок боламын. Бірақ Лаура Карабасова осы орайда ғылымға кәдімгідей зен қойып отыр. Ол пиар-миарға да байқасаңыз, оған зен қоймай, мен кейде айтып қоямын, осылай журналистер кейінеп пікір беріңіз, ойдады, мен кейде уақытым болмайды деп. Менің ойымша, менің оценкам бойынша, мен де келмейтін едім, егер де Лаура Карабасованың реномесі жаман болса. Мен айтар едім, жоқ, өйткені кешір, менің өзімнің қастап жинаған өзімде абыройым бар, бармаймын, өйткені сенің университетің непонятно деп, иә. Мен сенем, мен білем, оның таза, арты таза, жұмысы таза екен. Сондықтан мен спокойно келдім мысалға. Лаура осы орайда реномесі да жақсы, жұмысы да жақсы. Менің ойымша, бізде Қазақстанда қазір осындай жастар болу керек. Сосын кеше университеттің подкастына бардым, мен подкаст жазып отырды бір кісі. Мен енді сөйлесіп, күшті болып сөйлесіп бітірдік. Болғаннан кейін мен енді сіз кімсіз деп сұрасам, мен деканмын дейді. Жап-жас жігіт. Деканның өзі подкаст жазып отыр. Өзі воскресенье, қарапайым. демалыс күні кешкі 9-да подкаст жазып отыр. Біз сосын апарып тастадық, мысалға мен таң қалдым. Сіз сонда декансыз ба деймін, иә, мен деканмын деп. Қарапайымдылық, жастар көбіне сондай болып келеді ғой. Соңғы жылдары. Иә. Енді мен осы жерде адам ретінде моральды правам бар шығар айтуға. Лаура бізде қыздардың арасында рол модель. Кішкентай келеді ғой біздің жобаларға, сол кезде сөз арасында айтып қалады, біз еліктейміз, сондай болғымыз келеді. Жалпы әйел адам ретінде де, ғылымның өкілі ретінде де, жалпы біраз қыздың түсінігін өзгертті деп ойлаймын, Лаура. Назым, осы 1 апта 10 күн шамасында әлеуметтік желіде, ақпараттық сайттарда бір жарнама шықты. Шабаданға қатысты, чемоданға қатысты, тоқалыңа сапарға шығу үшін чемодан ал деген сияқты. Сол кезде бір андай месседждар шыға бастады, жарнаманы кетіру керек, болмайды деген сияқты. Сол кезде тоқал тақырыбы қозғалып кетті. Осыған қатысты өзім бір пост жаздым, иә, оны ақпарат сайттары көшіріп ары қарай таратты. Сол туралы кішкене тарқатып айтып жібересің? Иә, осыдан 4 күн бұрын сол ақпарат шықты, өзім Оралда болғам. Сосын енді қоғамда жүргеннен кейін осы тақырып көтеріп жүрген ұлттық комиссия болды. Маған көп қыздар жаза бастады, осылай несі мұндық деп.
сосын мен қарадым, жаңа шынымен де Гранд Парк деген сауда орталығында шыққан екен, жерге де наклейкасын жабыстырған, баннерға да даладағы неге жабыстырған, тоқалыңа чемодан ал дейді, үшеу болып бір демалысқа барайық дейді, үшеуміз болып дейді. Мен оны көріп шынымен де шок болдым. Әрине хайптың түрі шығар. Сосын әрине әкімдікке, қаланың әкімшілігіне хабарласып тезірек шешу керек деген нені жібердік. Сосын 2 сағаттан кейін шешіп тастады жарнаманы. Сосын мен әрине өз пікірімді жаздым. Жаңағы біздің мына қоғамда тоқал институты болмау керек. Біздің қоғамда жалпы осы дәстүрлі отбасы құндылықтарына қайшы келетін заттың бәрін біз жою керекпіз. Қоғамда осы тоқал институты деген әлі де бар. Оны мен көрем, естеймін, кейбір таныстарымда да естіп қалып мен шок боламын. 2 әйелі бар, 3 әйелі бар деген. Оны мүлдем жоққа шығару керекпіз. Өйткені ол гендерлік теңдікке мүлдем қарсы келетін зат. Сондықтан да әрине тез пікір білдіріп, ананы алдырып тастадық. Ана әкімшілік, ненің сауда орталығының әкімшілігі әкімшілік бұзушылық бойынша 505 бап арқылы бойынша қазір жауапкершілікке тартылатын болады. Солай болу керек. Біз ондай болды ма, біздің қоғамда ондайға біз төзімсіз болу керекпіз. Біз бірден соны шулатып, жауып көзін құрту керекпіз. Енді көп рахмет, Назым, қолдап келіп жатқанға. Мен мазалағым келген жоқ, шын айтамын. Форумда жүр, уақыты болмайды деп кеше. Данияр айтты, мен ішінен жоқ, қонақты жолып алғым келмейді, бірақ өзінде қарсы болған жоқсың, бәрі жақсы болып кетті. Сол көп рахмет. Амандықта. Рахмет. Данияр, сізге де рахмет, сұрақтарыңызға да. Рахмет сізге көп келіскеніңізге. Екінші part 2 жазамыз деп сенемін.